Баршаңызға қайырлы күн, достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет картошкамен пирожки пісіреміз. Пирожкині рецептпен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажет заттар: ұн қажет, бөлме температурасындағы май қажет, қант, тұз, ашытқы, жылы сүт, жылы су қажет. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Жылы суымызды құямыз. Тұзымыз бен қантымызды салып, ерігенше жаққа араластырып аламыз. Барлық заттардың мөлшерін жазып қоямын. Майымызды кішірек араластырып ерітіп аламыз үстімізде. Мінекей, енді үстіне ашытқымызды, ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илеп аламыз. Мінекей, жұмсақ қамыр илеп алдық. Ең соңында бір шай қасық үстіне сұйық май құйып жіберіңіздер. Кішкене қамырмен жұмыс істегенде оңайырақ болады қазір. Енді қамырымыз көтерілгенше бір сағатқа бетін жауып қоямыз. Жылы жерге орап қоямыз. Bir saatқа қалдырамыз. Мінекей, достар, қамырымыз ашып шықты. Ол қамырымыз ашығанша мен алдын ала арасына салатын картошкасын дайындап алдым. Өз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен құрамына сары май, картопты қайнатып алып, үстіне сары майды салып, татымына қарай тұз, қарабұрыш салып дайындап қойдым. Енді қамырымызды ашып, ұнның да ештеңенің қажеті жоқ. Себебі бағана қамырды илеген кезде айттым сіздерге, бетіне кішкене май жағамыз деп. Сонда қамырмен жұмыс істеуіміз оңайырақ болады. Енді біркелкі бөліктерге бөліп, яғни бірдей массада мен шамамен 50-60 грамдай қамыр аламын. 60 грамнан бөліп, барлығын осылай таразбен өлшеп шығамыз. Қамырларымыз бәрін осылай біркелкі бөліп шығамыз. Бөліктерге бөлген қамырларымызды осылай дөңгелектеп шықтым. Енді кішкене пиалайға азырақ май құйып аламыз. Қазір қамырымды жұмыс жасағанға оңайырақ болу үшін. Мінекей, қамырымызды алып, майдың көмегімен кішкене қолымызды майлап аламыз, майға салып. Осылай қолымызбен жайып шығамыз қамырымызды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай кішкене жұқалау қыласыздар, екі шетін қалың қылыңыздар. Себебі екі шетін қазір жапсырған кезде ашылып кетпеуі қажет. Бір қасық, үлкен қасықпен салмамызды саламыз. Енді қамырымызды түйеміз, осылай екі шетін жапсырып шығамыз. Қаттырақ жапсырыңыздар. Себебі осы екі шеті қалың болған дұрыс, осылай жапсырған кезде ашылып кетпейді. Міне дәл осылай барлығын пирожкилерімізді түйіп шығамыз. Міне тағы да біреуін көрсетейін. Кішкене қолымызды майлап аламыз. Осылай қамырымызды қолымыздың көмегімен жайып шығамыз. Көріп тұрғандарда мінекей шеті қалыңдау болады. Ортасын жұқарақ қылыңыздар. Осылай картошкамызды саламыз. Кішкене жайып жібереміз. Енді екі шетін осылай түйеміз, бірін-біріне жапсырып.
Дәл осылай барлық қамырларымызды жайып түйіп шығамыз. Мінекей. Мінекей, пирожкилерімізді осылай түйіп шықтық. Енді бетін бір 15-20 минутқа жауып қоямыз. Кішкене көтерілу керек. Осылай пленкамен жауып қоямыз. Жиырма минут өткен соң алып пісіріп аламыз. Осылай бетін жауып қойыңыздар, себебі беті қаязып қалады, яғни кеуіп кетеді. Мінекей 20 минут өткен соң бетіне пленкамызды алып пирожкилерімізді пісіріп аламыз. Қызып тұрған майымызға қамырларымызды салып пісіріп аламыз пирожкимізді. Отымыздың асты қатты болмауы қажет, себебі қамырымыз дұрыс піспей қалады арасы. Орташа отта пісіреміз. Келесі беті қызарғанша аударып пісіріп аламыз. Барлығын осылай пісіріп шығамыз. Мінекей осылай қызартып, жақсылап пісіріп аламыз пирожкилерімізді. Мінекей достар, пирожкилеріміз дайын болып шықты. Жүп-жұмсақ былқылдап, мінекей. Ыстықтай болып тұр, менде өте керемет. Арасы таза піскен, мінекей. Жасап көруге кеңес берем сіздерге. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Балаларыңызға жасап беріңіздер. Мінекей осындай соуспен жесеңіздер күшті кетеді. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп өтіңіз. Күнделікті керемет рецепттер шығады менде.